Сәлем бәріңізге, сендерге бүгін қазір KFC-дің бір түрін көрсетемін. KFC-ді, почти KFC. Оның кез келген үйде пісіруге болады, главный духовка и май керек, майға қуырамыз. Мынандай крылышканы мариновать қоямыз. Крылышка маринованный, ішінде тұз, паприка, аджика, приправа для шашлыка и перец. Разные түрде мариновать етуге болады, без майонеза. И сол крылышканы аламыз да. Жұмыртқа керек бізге. Жұмыртқа, крылышка и мынандай сухари керек болады. Планировочный сухари деп аталады, супермаркеттер сатылады. И ұн керек болады. Ұн функциясына жұмыртқаны жарамыз да. Жұмыртқаны отбивать мынандай не істеп аламыз. Екі жұмыртқа алдық, крылышканы аламыз да. Тәп крылышканы аламыз, ұнға маламыз. Ұнға малып, и жұмыртқаға саламыз. Қасық көтір, қозыш. Сол крылышканы ұнға салып, ондан кейін жұмыртқаға саламыз. Жұмыртқадан кейін мынандай планировочный сухари болады, специальный супермаркеттер сатады. Сол сухариға малып аламыз. Сухариға маламыз да, и мынандай жағында бет-бір ыдысқа саламыз. Крылышканы аламыз и жұмыртқаға саламыз. Жұмыртқадан кейін планировочный сухариға саламыз. Планировочный сухариға салып, мұнда саламыз. И дальше кете береді осылай. Біздер сол крылышканы ұнға батырып, жұмыртқаға алып, жұмыртқаға и сухариға аударып, осындай болып шығады вообще полностью. Қызып атқан майға, мына ішінде май болады, или фритюрница болады, соған крылышкаларды қуырамыз. Сол соңғы крылышкаларды саламыз. Майға, қызып тұрған майға керек. Или фритюрница болса, фритюрница. И где-то 30 секундтай екі жағын қуырамыз. Вообще где-то 50-60 минуттай болу керек. 60 минут емес, 60 секунд болу керек. 60 секунд. Өте қатты күйіп кетпеу керек, мынандай болып шығады крылышкалар. Мен айналдыру керек. Майымыз кішкентай болатын болса, тавада айналдырамыз. И где-то 30-60 секунд өтті, крылышканы аламыз. Крылышканы алып, и где-то духовкаға саламыз. Духовкаға 200 градуста 10 минутқа саламыз. Духовка қызықты. Духовкаға саламыз, и болды.